Біз бүгін 1 және 0 сандарына көбейту және бөлу амалдарын қолдануды үйренеміз. Тәрелкелерде неше алма бар екен? Санайық. Дұрыс, 3. 1-ді 3-ке көбейтсе, 3 болады. Қара, 5 тәрелкеде сондай алмадан нешеу? Дұрыс, 5. Өйткені 1-ді 5-ке көбейтсе, 5 болады. Ендеше 1-ді кез келген санға көбейтсе, сол санның өзі шығады. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданайық. Есіңде сақта, А-ны 1-ге көбейтсе, А шығады. Алмаларды 3 тәрелкеге бөліп салайық. Бұл амалды бөлінді түрінде жазайық. 3-ті 3-ке бөлемін. Тәрелкеде неше алмадан болды? Дұрыс, 1. Ендеше 3-ті 3-ке бөлсек, 1 екен. Ал егерде 3 алманы 1 тәрелкеге салса, неше тәрелке қажет болады? Дұрыс, 1. Демек, 3-ті 1-ге бөлсе, 3. А-ны 1-ге бөлсе, А. А-ны А-ға бөлсе, 1 екенін есіңде сақта. Бір қатарда неше ағаш? Санашы. Дұрыс, 5. Ал енді осы ағаштарды алып тастаймыз. Қатарда неше ағаш болды? Дұрыс, 0. Енді 0 ағашты 2-ге көбейтейік. Қанша ағаш болады? Дұрыс, 0. Бұдан мынандай қорытынды шығарамыз. Кез келген санды 0-ге көбейтсе, 0-дің өзі шығады. Сен неше алманы көріп тұрсың? Дұрыс, 0. Осы алмаларды тәрелкеге салып көрші. Әр тәрелкеде неше алмадан болады? Дұрыс, 0. Ендеше 0-ді 3-ке бөлсе, 0. Есіңде сақта, 0-ді кез келген санға бөлсе, 0 шығады. Мұнан есіңде сақта, санды 0-ге бөлуге болмайды.